Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге кептірілген жемістерден компот дайындайтын боламын. Барлық рецепттер описание бөлімінде. Бізге қажетті заттар: кептірілген жеміс-жидектер, қантымыз және лимон қышқылы қажет. Ең алдымен кептірілген жеміс-жидектерді жақсылап жуып аламыз. 400 мл таза суымызға 500 грамм кептірілген жеміс-жидектерімізді салып қайнатамыз. Қайнатып алғаннан соң 300 грамм қантымызды саламыз. Мен компоттың тәтті болғанын қаладым, сондықтан 300 грамм салдым. Сіздер 200 грамм салсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып аламыз. Қантымызды ерітіп, қақпағын жауып 30 минут көлемінде қайнатамыз. Қайнағаннан соң жеміс-жидектеріміз жұмсақ болады. Өте пайдалы компот, адам ағзасына. Сіздер де жасап көріңіздер. Қайнағаннан соң лимон қышқылын біраз қасық толтырмай саламыз. Араластырып алып, қақпағын жауып 5 минут көлемінде қайнатамыз. Сонымен компотымыз дайын болды. Өте дәмді компот. Сіздер де жасап көріңіздер. Шайдың орнына ішсеңіздер өте пайдалы. Компотымыз дайын болды. Менің рецепттерім сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіңіздер. Кептірілген жеміс-жидектеріміз пісті. Өзін бөлек жесеңіздер де болады. Өте пайдалы. Компотымыз дайын болды. Қақпағын жауып, суытып аламыз. Компотымыз суыды. Суығаннан соң воронкамен ыдысымызға құйып аламыз. Салқындатып ішіңіздер, өте дәмді. Тамақтан соң балдарыма беремін, сіздер де жасап беріңіздер. Әр апта сайын сіздерге күшті рецепттермен бөлісемін. Қоңырау батырмасын басып, тіркелуді ұмытпайық. Сіздермен болған Жансая. Ендігі бейнеде кездескенше сау саламат болыңыздар.